Сәлем достар. Бүгін біз Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің кітапханасындамыз. Ауылша айтса біз кітапханаға обзор жасаймыз. Кет. Достар, біз бүгінгі шығарылымда кітапхананың екінші этажында не істеуге болатын және болмайтынын айтатын боламыз. Кітапханаға біз ұйықтау үшін емес, кітап оқу үшін келеміз. Дұрыс па? Ал бұл үшін кітапты іздеуіміз керек. Достар, сіздерге айтайын, кітапты былай іздемейді. Кітапханаға жаңағыдай емес кітапты. Каталог дейтін нәрсені іздейміз. Каталог дейтін мына компьютер. Бұл жерге каталогқа отырасыз. Өзіңізге керек автордың атын емес, фамилиясын жазасыз. Мысалы, маған Рабиға Сыздықованың кітабы керек болса, мен ол жерге жазамыз. Фамилия жазылғаннан кейін бізге мына жерге Сыздықованың кітаптары шығады. Сосын біз полученный шифрды басамыз. Көбе басып тұрайық ма? Басамыз. Бұл кезде 15-те 2 деп тұр. Яғни бұл 15-ші қатардың 12-ші сөресі. 94-те 15 дейтінге қателесіп қалмау керек. Түсіндің ба? Ой, Сол? Үйреніп жатсың ба? Енді мына киімді келесі жолы кіріп келмейсің. Өйткені кітапхананың әдебі, жалпы кітапхананың... Яғни кітапханаға кіргенде киімді сыртқа тастап кетемін. Сыртқа болғанда гардеробқа ғой. Ей, телефонмен сөйлеспейді. Бұл жерде тыныштық сақтау керек. Адамдар ұйықтап Яғни жатыр. кітапханада телефонмен сөйлесуге, сосын отжимание істеуге болмайды. Ей, кітапханада тамақ жемейді. Әкел. Дұрыс, әдепке жатпайды да ол. Тағы да айта кететін нәрсе, кітапханада кітапты алғаннан кейін оны орнына қою өте маңызды. Себебі сізден кейін де оқитын адам кітапты таба алу керек. Ей, болмайды етуге. Йоу. Қарамайды біреудің кітабына. Ей, болмайды тығылуға. Түсіндің бе? Тағы да не істеуге болатын және болмайтын келесінде айтамыз. Или айтатын шығармыз, көреміз енді.